эндометриоз менде болып жатыр. Соның кесірінен менің жатырымды алып тастауы мүмкін ба? Әрине. Әрине мүмкін. Егер сіз алдыңғы айтылған біздің видеоларды қарасаңыз, YouTube каналымыздағы, жалпы осы жерде біз айттық, миға тыныштық керек деп. Соны құтылмасаңыз, эндометриоз сізді жей береді. Яғни бұл қарама-қарсы дүние. Мен былай айтушы едім, эндометриоздың негізгі себебі бұл тоқал. Неге? Потому что сразу бізде қыздар болады. Күйеуім измена жасағанын қалай білдім, солай бірден ішім ауырды. Қан келді, тоқтамай қалды, немесе кемей қалды. 2 айдан кейін бірақ келді қан, өзімді ұстай алмаймын, белім ауырады, үйттім, бүйттім, Не себептен? Себебі үлкен стресс миға келген кезде ми отключает. Прям не істерін білмей қалады, не айтып, не қойып жатқанды ештеңе қабылдағысы да келмейді, қабылдаған нәрсесін шығарғысы да келмейді. Соның кесірінен эндометриоз болады. Ал ол нәрседен құтылу үшін мен сіздерге айтамын. Біздің денсаулығың байлығың атты курста осының барлығының жауабы бар екендігі. Точкасына дейін, үтіріне дейін даже. Ендеше, ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Бұл жердегі қандай проблеманы көреміз? Мынау біздің қалыпты жатырмыз. Жатырымыздың ішінде нормада мына жердегідей міне ештеңе болмау керек. Көріп тұрсыз ба бірдеңе? Ешқандай дүние ештеңе жоқ. Ал енді мынау қалыпсыз жатыр. Яғни дұрыс емес нәрсе. Бұл жерде не шығып тұр? Мына ішін қарасаңыздар, міне қызарған еттер өсіп кеткен. Яғни біздің эндометрия қабатымыз, мына жатырымыздың қабаты нормада осылайна бір текс болып әдемі болып қалыңдау керек. Осы бір текс болып қалыңдайды и бір текс сыдырылып сыртқа қарай шығады, сол кезде бізде етек кір келеді. Ал егер бізде эндометриоз болатын болса, мынау біздің жатырымыз болса, осының ішіндегі қабат осылайнан үстіп қалыңдайды, міне, үстіп, міне. Яғни мына жері болуы мүмкін 2 сантиметр, например, мына жері 0,5 болуы мүмкін. Яғни дұрыс емес оның қалыңдауы. И сыдырылу да дұрыс болмайды. Яғни мұндай жағдайда көбінесе бізде етеккір 2 ай, 3 ай, 6 айда бір келеді. Немесе етеккіріміз бір келеді де тоқтамайды. Айлап жүреміз. Астымызға біз даже не только прокладка, памперс қоямыз. Сгустық, бауырдың есі сияқты іртік болып түседі. Постоянно ауырсыну, ішіміздің төменгі жағы, құйрығымыз жақта, жыныстық қатынас кезінде ауырсыну, уже депрессивно, ештеңе жақпайды, біреу сөйлесе аласында фук лақтырғың келіп тұрады. Яғни бүкіл нәрсе сенаған тревожный ситуация көрініп тұрады. Бірдеңеге тревожить ету керек, значит, маған бұл болмай тұр, бұл ұнамай тұр деген сияқты бір сигнал келіп тұрған сияқты болады. Енді қалай сіз бұнан құтыласыз? Сіз егер мына жеріңізді қырып алдырып тастасаңыз, бұл қайтадан ішіп шығып кетеді. Өкінішке орай. Ал егер сіз оған мынаған мирена спираль салып қойсаңыз, кезде көбіміз айтады, ойбай, мирена салсаң күшті кетесің да, бірақ емдемейді. Хорошо, сіз салып қойдыңыз, ол мына жерге жатырдың ортаңғы қабатына шығуы мүмкін, жатырдың сыртына шығып кетуі мүмкін, қынаптың сыртына, қынаптың ішкі жағына, бізде неге аналық без трубаларға, мына қарасаңыз, аналық безге, трубаларға, ары қарай ішектерге, одан ары қарай тоқ ішекке, бауыр мен асқазандарға, одан ары қарай өкпеге, одан ары қарай кетеді көзіміз, мұрнымыз, қолымыз, денеміз бүкіл жеріне. Енді қалай білесіз? Бүгін үйге барыңызда тырды жалаңаш шешініңіз. Денеңізге қараңызшы, қызыл точкалар басып жатыр ма? Вот сол қызыл точкалардың басуы уже сізде эндометриоздың бар екендігінің белгісі. Ендеше сіз оны кетіру үшін ең бірінші ойда мына миға тыныштық бересіз, стресс болмау керек, соған отключение бересіз, одан кейін бана дұрыс бағытта ем алып бастау керексіз. Сонымен қоса біз айтамыз, физиолечение всегда. Яғни хиджама қою, гирототерапия, сүлік қою, немесе тағы да басқа. Ал енді біздікілер бұлай жасайды. Көбінесе қазіргі таңда біздің Қазақстанда 50% гинеколог екі жақтан бөлінеді. Біреу гормонға қарсы, біреу гормонды наоборот қолдаушылар, былай айтқанда. И бізде өзі так мына жерде прогестерон гормоны көбейіп жатыр. Негізінде. Ал біз оны емдеу үшін наған тағы да прогестерон береміз. Получается дюфастон, утражистан деген сияқты гормон, немесе регулон тағы басқасында, яғни прогестероны көп гормон береді. Значит, ол осы прогестеронды емдеп жатыр ма? Наоборот, мынаны одан бетер хуже етіп жатыр, яғни одан бетер асқындырып жатыр. Енді хорошо, сіз тек қана шөп дәрілер іштіңіз, немесе витаминотерапия, физиолечениялар қабылдадыңыз, миды тыныштандырған жоқсыз бірақ.
яғни ана измена кешіре алмайсыз. Ол тұр мына жерде и мына жеріңізде қадалып тұр. Әр нәрседе сол күйеуіңіздің измена жасаған есіңізге түсіп кетіп жатыр. Бұл жерге сізге обидно болып тұрған не нәрсе? Сізге күйеуіңіздің измена жасағаны ма, әлде оның сізден қарағанда күшті әйелді тауып алғаны ма? Ал қайсысы сіз оны анықтап алыңыз. Негізінде көп әйелдер ойлайды, күйеуімнің кетіп қалғаны маған обидно болды деп. Шын мәнінде олай емес. Шын мәнінде күйеуіңіз сізге керек емес. Айтасыз ғой, керек емес, кетші бар, сенсіз-ақ мен өмір сүре аламын дейсің, иә? Ал шын мәнінде обидно болып тұрғаны, ол сізден күшті әйел тауып алғаны. Неге ол күшті? Оның түрі ма, әдемі? Қалай ойлайсыздар? Дәл сол сияқты өзіңізге сұрақ қойыңыз, сіздің қай жеріңіз күшті? Ендеше мынау тұрған аманат денсаулығыңызды қазірден бастап күтпейсіз бе? Бұл нәрсе тек қана матканың өзінің болып жатқан нәрсе емес қой, бұл ары қарай бүкіл сіздің ағзаңызбен бірге байланысты ғой, біз осындай байланыстамыз, иә? Сондықтан мына түпкі бастан бастап емдемейінше бесполезно болып тұр сізге. Сондықтан ем қонымды болу үшін, ертең сіз мынау тұрған жатырыңыздан айырылып қалмау үшін, бірінші орында денсаулықтарыңызды күтіңіз. Ол ауру келмей тұрып. Екіншіден уже келіп қойды ма, және де онда сізге уже дұрыс ем таңдау жолын таңдау керек. Толық мәлімет алу үшін Инстаграм парақшаға кірсеңіздер болады, егер түсініксіз сұрақтарыңыз болса, сұрауларыңызға болады. Ал жалпы оның емі туралы онда мен сіздерден денсаулығың байлығың атты курста күтетін боламын.